Каналға қош келдіңіздер. Осындай қызықты шолулар жалғаса берсін десеңіздер, арнамызға жазылып, қолдап кетіңіздер. Бұл бала 10 жастағы Мэри, ол басқа адамдармен сөйлескенді ұнатпайды. Көбінесе уақытын жалғыз өткізетін бала. Оның жалғыз сүйікті ісі сурет салу. Мэри көбіне апаттар мен қасіретті оқиғаларды салғанды ұнатады. Хоббимен байланысты адамдар оны оғаш бала деп бағалайды. Анасы оған жан жарасын жеңуге көмектесу үшін оны жиі психологқа апарып тұрады. Көптеген психологтар оның суреттерін көріп, бұл оның күйзелісін жеңудің бір жолы деп ойлайды. Алайда бұл әлдеқайда үлкен мәселенің белгісі болуы мүмкін. Оқиға Америкадан келген Мариан есімді әйелдің Шотланд қаласына келуімен жалғасады. Ол ақш-та орын алған жұмбақ қайғылы оқиғадан кейін жаңа өмір бастау үшін, сондай-ақ тәжірибелі психолог ретінде жаңа қызметке орналасу мақсатында Шотландияға көшіп келген. Ол жаңа жұмыс орнына барады. Оны сол жердің қызметкері Мабравар жылы қарсы алады. Мейірімді әйел Мариананы кеңсесімен таныстырады. Мабравар Марианадан: Нью-Йоркте жақсырақ жұмысың бола тұра, неге осында келдің деп сұрағанда, ол: мен жаңбырды жақсы көремін деп жауап беріп, әңгімені жіберді. Бұрынғы психолог психикалық қиындықтарға байланысты ауруханаға жатқызылғаннан кейін бұл мекемеде кадр тапшылығы болған. Сондықтан Мариана жұмысын қабылдап, көп ұзамай алғашқы пациенттерін қабылдай бастайды. Сол күні оның 2 кездесуі болады. Екінші кездесу алғашқысына қарағанда анағұрлым қызық өтеді. Оның екінші пациенті қара түнекке толы суреттер салғанды ұнататын Мэйни есімді бала еді. Оның суреттерінің көбінде шошқа бейнеленгені Мариананың назарын аударады. Ол Мэйнимен сөйлесуге тырысады, бірақ Мэйни алғашқы жартысында тек сурет сала берді. Сол себепті Мариан әңгімені басқа бағытта өрбітіп, оның суреттері жайлы сөз қозғайды. Сол сәтте Мэйни алғаш рет тіл қатып, адамдар менімен сөйлескенді ұнатпайды. Сол себепті үнсіз жүргенді жөн көремін дейді. Мариан: адамдар неге сенімен сөйлескісі келмейді деп сұрағанда, Мэйни: мен заттарды шындыққа айналдыра аламын деп жауап береді. Қызығушылығы артқан Мариан: соңғы рет нені шындыққа айналдырдың деп сұрайды. Сонда Мэйни: сізді деп жауап береді. Бұл жауап Марианаға күлкілі естілгенімен, баланың бұл сөздерді жай айта салмағанын аңғармады. Кешке жұмыстан кейін Мариан барға барып ішімдік ішеді. Бір ер адам оған қарап отырады, бірақ қасына келмейді. Әлгі жігіт кейін Мариананың әріптесімен бірге отырып, оның досының кітап клубына шақыру парағын береді. Біршама уақыт өткен соң, үйіне қайтып бара жатқанда, Мариан жол апатына ұшыраған көлікке кезігеді. Көлікте ауыр жараланған, бірақ тірі ер адам бар еді. Мариан оған көмектескісі келді, алайда шошынғанынан сіресіп қозғала алмай қалады. Ақыры көлік жарылып, оқиға орнынан өткен адамдардың ешқайсысы көмектесе алмады. Келесі күні Мариан Мэйнидің салған суреттерін қарайды. Бір суретте дәл кеше өзі көрген жол апаты бейнеленген. Бұл жолы суретте шошқа жоқ еді. Келесі кездесуде Мариан Мэйниден: бұл суретті жаңалықтан көріп салдың ба деп сұрайды. Бірақ Мэйни: мен ешқандай жол апатын көрмедім, шын мәнінде оны мен өзім шындыққа айналдырдым дейді. Содан соң ол: мен бұл әлемдегі барлық нәрсені шындыққа айналдыра аламын. Егер мен болмасам, сіз бұл жерде болмас едіңіз дейді. Таң қалған Мариан оған қарап тұрып: Мэйни, сіздің тартпаңызда мылтық бар дейді. Бірақ Мариан оны жай қорқыту үшін айтып тұр деп ойлап тексермейді. Кешке мекеме қызметкерлері ай сайын өткізетін жиналыста пациенттер жайлы талқылайды. Сол кезде Мэйни тек Марианамен ғана сөйлесетінін, ал асырап алған анасымен, достармен де сөйлеспейтінін айтады. Мэйни бұрын осы жерде жұмыс істеген психологпен де сөйлескенін айтады. Мариан бұрынғы психологтың жазбаларымен танысқысы келеді. Мекеме басшылығы бұл мәселені тексеретінін уәде етеді. Кешке Мариан кітап клубына барады. Сол жерде барда көрген жігітті қайта көреді. Жиналыс соңында әлгі жігіт өзімен таныстырып, есімі Керин екенін, әрі олар көрші тұратынын айтады. Біршама әңгімелескен соң, Мариан оны үйіне жеткізіп салады. Үйге келгенде Керин оны ішке шақырады, бірақ Мариан бірден бас тартады. Түнде ол күйеуі Джорджбен бірге болған кезін түсінде көреді. Олар көлікпен кафеге бара жатып, көліктері бұзылады. Жолдан өткен бір ер адамнан көмек сұрайды. Көмек көрсетуге келісіп көліктеріне отырғанда, әлгі ер адам рөлге отырып,
оларды белгісіз жаққа апарып, ақыры апатқа ұшыратады. Бұл апатта Мариан тірі қалып, қалғандары қаза табады. Қайта-қайта түсіне кіретін бұл қорқынышты түстен шошып оянған ол таңертең жұмысқа барады. Ең таңқаларлығы, кеше Мэйни айтқандай, расында да тартпасында тап-тұйнақтай қойылған тапанша бар болып шықты. Не болып жатқанын түсінбей дал болып тұрған сәтте оған бір бейтаныс ер адамнан қоңырау келеді. Дауыста ол сені өлтірмей тұрып, сен оны өлтір деген бұйрық айтылады. Содан кейін байланыс үзіліп кетеді. Бұл жағдай Мариананы бұрынғыдан да көбірек алаңдатып, күмәнға толы ойларға жетелейді. Оқиға ары қарай Мариананың Керинмен кездесіп, онымен әңгімелесуімен жалғасады. Керин қайық иесі екен. Екеуі бірге серуенге шығуға шешім қабылдайды. Қайықпен серуендеп жүргенде Киран Марианадан неке жүзігі туралы сұрайды. Сол сәтте оның бұрын күйеуі болғанын біледі. Ертеңінде жұмыс жиналысында Мариана бастығына кеше түнде өзіне бір түрлі қоңырау келгенін айтып береді. Бастығы бұл қоңырау бұрынғы қызметкер Маквитиден келген болуы мүмкін деп болжайды. Маквити кезінде Мэйнимен жұмыс істеген психолог, бірақ жүйкесінің сыр беруіне байланысты психиатриялық ауруханаға жатқызылған. Мэйни жайлы тым көп баяндама жазғандықтан бастығы ол жазбаларды Марианаға беруден бас тартады. Бірақ ол Мэйни туралы негізгі ақпаратты бөліседі. Шындығында Мэйнидің әкесі жол апатынан қайтыс болған соң көп ұзамай анасы өзіне қол жұмсаған. Кейін Мэйни үйінен табылған, тамақ жетіспеушілігіне ұшыраған, ауыр халдегі бала болған. Сол уақыттан бастап оның жағдайы нашарлап, қазір асырап алған анасымен бірге тұрып жатыр екен. Мариана оның суреттерін қайта қарап, Мэйнидің бастан кешкен қиындықтарын түсінеді. Оның суреттері Мариананың жанын ауыртады. Келесі кездесуде Мэйни, мен сені қорқыттым ба? деп сұрайды. Мариана таңырқаса да, оның не айтып тұрғанын түсінбегендей болады. Бұл Мэйниді ашуландырады. Ол бұл жолы суға батып бара жатқан ер адамның суретін салып, астына Киран деп жазады. Мұны көрген Мариана шошып кетеді, өйткені ол сол күні кешке Киранмен қайықпен серуендеуге уағдаласқан болатын. Алайда бұл жайлы ешкімге тіс жармаған. Кездесуден кейін Мариана Маквити Мэйнимен бұрын кітапханада көп уақыт өткізетінін, Мэйни жиі кітап оқитынын біледі. Қызығушылығы оянып, Мариана Мэйни оқыған бір кітапты тауып, ішінен жазба табады. Жазбадан Мэйнидің толық аты Эммануэль екенін және Құдай әрдайым біздің жанымызда деген мағынадағы сөзді оқиды. Кейін ол Мэйнидің үйіне барып, Киран туралы қайдан білгенін сұрайды. Мэйни жауап бермейді. Мариана ашуланып, оны қорқыта бастайды. Сол сәтте ол Мэйнидің салған психологиялық мазасыздық бейнесін көріп, шошып, ол жерден кетіп қалады. Сол күні кешке Киранмен қайықта кездесуі керек болған Мариана оның келмегенін көріп алаңдай бастайды. Мэйнидің суға батып жатқан адам суреті оны қатты мазалайды. Машинасына отырып, біраз күтеді, бірақ Киран келмейді. Сосын Мариана кітап клубына да, Киран тұратын жерге де барады, бірақ оны еш жерден таба алмайды. Кейінірек жаңалықтардан бірнеше сағат бұрын болған дауыл салдарынан 25-600 адам қайтыс болғаны туралы хабар естиді. Осыны естіген Мариана Мэйнидің суреттерінің бірінен дауылда қаза тапқан адамдарды бейнелейтін суретті көріп, астына 25 деп жазылғанын байқайды. Бұл 25 мыңды білдіріп тұрғандай әсер қалдырады. Келесі күні жұмыста Мариана Мэйни туралы көбірек білгісі келіп, бастығының бөлмесіне жасырын кіріп, оның құжаттарын көруге тырысады. Алайда бастығы оны ұстап алады. Сондай-ақ ол Мариананың Мэйнидің үйіне барғанын да біліп қойған екен. Сол үшін бастығы оған біраз күн демалып, қайта оралуын ұсынады. Кейін Мариана Маквитимен кездесуге ауруханаға барады. Онымен сөйлескенде, Маквити оған тағы да, ол сені өлтірмей тұрып, сен оны өлтір деп айтады да, тез шығып кетеді. Мариана оның бұрын «Қос өлім» деген кітапты оқып жүргенін есіне түсіреді. Бұл кітап Мэйнидің суретінде бейнеленген ғимараттан құлап өлген адамды еске салады. Сөйтіп ол Маквитиге бірдеңе болайын деп жатқанын сезеді. Мариана сыртқа жүгіріп шыққанымен, Маквити ғимараттан секіріп, Мэйнидің суретіндегідей өледі. Бұл оқиға Мэйнидің жай ғана бала емес екенін дәлелдей түседі, ал Киранның өміріне қауіп төніп тұрғанын көрсетеді. Мариана абыржып, Киранның қайығына барады. Киран қайықта өзі жалғыз болғандықтан суға батып кетуден қорқып жүрген екен. Мариана оны қайыққа отырғызбас үшін қайықтың арқанын шешіп жібереді. Ол осылайша Киранды өлімнен сақтап қалдым деп сенеді. Жұмысқа қайта оралған Мариана архивтен Мэйни салған барлық суреттерді алып кетеді. Таңғаларлығы, Мариананың басынан өткен оқиғалардың бәрі сол суреттерде бейнеленген екен.
Тіпті Мариана сол суреттердің бірінде доңыз түрінде салынғанын байқайды. Сол кезде ол қайықта ұйықтап жатқан ер адамның бейнесін көріп, оның Киран болуы мүмкін екенін түсінеді. Су апаты болған жерге барып, Киранның денесін судан шығарып жатқанын көреді. Осы кезде Мариана Мэйнидің болжамдарын өзі жүзеге асырып жатқанын түсінеді. Бұл оны күйзеліске ұшыратып, Мэйниді ұрлап әкетуге мәжбүр етеді. Ол тапаншасын Мэйниге бағыттап, оның кім екенін ашып айтуын талап етеді. Мариана Мэйниді өзін құдайсыз болған үшін жазалау үшін жіберілген құдай елшісі деп ойлайды. Олар қайтадан ғимаратқа барады. Мариана Мэйниге тапанша кезеп, сен мені басқарып жүрсің бе? деп сұрайды. Мэйни бұл болған нәрселердің барлығын өзі жасағанын мойындайды. Сондай-ақ ол Киранды қайығын жіберу арқылы өлтіргенін мойындайды. Енді бәрі аяқталды деп санап, Мариана Мэйниді атып өлтіріп, артынан өзін де өлтіреді. Оқиға Мариананың көлік апатынан кейін ауруханада есін жиған сәтінен жалғасады. Жанында күйеуі Джордж отыр. Апаттан кейін Джордж тірі қалған, ал жарақат алғаны Мариана екен. Сөйтіп, ол Шотландияда болған нәрселерді еске алғысы келмей, үйіне қайтады. Бірақ түнде түсінде айқаймен оянып, Джорджға өзі шынында Шотландияда болғанын айтып береді. Джордж мұның бәрі жай түс деп ойлайды, бірақ Мариана барлық егжей-тегжейін есінде анық сақтап қалған еді. Таңертең ол ешкімге айтпастан Шотландияға ұшып, бұрынғы әріптестерімен кездеседі. Қызығы, ешкім оны танымайды. Мэйни жайлы сұрағанда, олар да Мэйниді білмейтіндерін айтады. Мариана архив бөлмесіне барып, Мэйнидің құжаттарын табады. Осы кезде қараңғылықтан Мэйни шығып, оған тесіле қарайды. Мэйни оған ешқашан болашақты өзгертпегенін, сондай-ақ Мариананы бұл іске күштеп араластырмағанын айтады. Ол тек суреттер арқылы болашақтың бейнесін жасаған. Сондай-ақ ол Жоштың өлімін бейнелейтін жалғыз ғана суретті табады. Дәл сол сәтте қоңырау келіп, Жоштың қайтыс болғанын хабарлайды. Ашуға булыққан ол сыртқа жүгіріп шығып, айқайлап жібереді. Сол кезде полиция келіп, оны психиатриялық ауруханаға алып келеді. Кейінірек Мэйни қайтадан Марианға келеді. Осы сәтте Мариан Мэйнидің болжамын жүзеге асыру үшін өзін қажет екенін түсінеді. Сол сәтпен қатарлас Мэйни үйіндегі шкафта отырғаны көрінеді. Ол доңыз бәрінің мәнін енді түсініп жатқандай етіп сурет салады. Кейін Мариан психологпен кездеседі. Ол өмірінің мәнін және осы уақытқа дейін басынан өткен барлық нәрсенің шын себептерін енді түсінгенін айтады. Мариан Мэйни тек оның сана сезімінде өмір сүретіндіктен ғана, дәл сол себепті Мэйни оның болашағын өзгертіп басқара алады деп түсінеді. Мэйни ата-анасы тірі кезінде нағыз бақытты бала болған. Оның өмірінде қалағанның бәрі бар еді. Алайда ата-анасының қорқынышты өлімінен кейін ол шындықтан мүлде ажырап, толықтай өз әлеміне шегініп кеткен. Сондықтан өмірінде өзіне бағынатын ештеңе жоқтай көрінгендіктен ол сурет сала бастаған. Осы арқылы ол суреттердің ішінде ойдан шығарылған бір шындық әлемін жасап, оны толық бақылауына алған. Ал Мариам оның қиялынан туған, ойдан шығарылған әлемінің бір бөлігі ғана, яғни ол нағыз, шынайы адам емес. Сондықтан Мэйни оны өз қалауынша басқарған, тіпті өзі қайтыс болған соң да оны өткенге дейін жіберіп, әрекет жасата алған. Соңғы суретінде доңыз психологқа бар шындықты айтып тұрған сәтін салады. Ақырында Мэйни өз санасында құрған ойдан шығарылған әлемінен толықтай ажырайды. Ал осы сәтпен қатар Марианның айналасындағы әлем біртіндеп жоқ болып кетеді. Ақырында Мэйни өзін асырап алған анасын құшақтап, нағыз ата-анасының өлімін қабылдайды. Осылайша фильм аяқталады.